бүгін 28-і ғой. Бүгін менің туылған күнім. Аллақай. Бүгін менің барлық достарым мені құттықтауға келеді. Аллақай. Ең алдымен киініп, жуынып, тамақтанып алайын. Сосын дүкенге барамын. Так, бүгін не кисем екен? Осыны киейін. Әппақ әдемі болып тұр. Маған жарасып-ақ кетті. Үстіме әтір сеуіп алайын. Иісі қандай керемет. Так, таңғы асқа не жесем екен? Тәтті жейін бе, әлде көкөністер жейін бе? Бір жағынан тәттіні де жегім келіп тұр. Так, не жесем екен? Бутерброд жасайын ба, әлде тәтті жейін бе? Мүмкін көкөніс. Бірақ таңғы асқа көкөніс пайдалы ғой, көкөніс жейін. Көкөністен осындай тәтті тағам жасап алдым өзім. Дәмі де керемет екен. Так, мен бүгін туған күніме үйді әдемі қылып безендіруім керек, және өзіме әдемі киім алу керекпін, және түрлі тағамдар алу керекпін. Бірінші қай жаққа барсам екен? Бірінші дүкенге барып, үйге керекті азық-түліктерді алайын. Сосын өзіме әдемі киім аламын, үйді безендірем, сосын достарым келеді. Алақай. Вау! Бұл менің досым Марк қой. Сәлем, Марк, қалың қалай? Сәлем, қалың қалай? Бүгін сенің туған күнің екен ғой, қаяқтан білесің? Мен сені туған күніме шақырайын деп едім. Білемін ғой. Сенің бала күнгі досыңмын ғой. Мен бүгін сенің туған күніңе келемін. Рахмет, жақсы болар еді. Мұнда жайша келдің бе? Мен үйге тәтті заттар, тәтті нан алуға келдім. Бүгін не дегенмен барлықтарың үйге келесіңдер ғой. Сау бол. Так, не сылайым екен? Саламатсыз ба? Маған тәтті нан, конфеттер, сусын және тағы да заттар беріңізші. Жақсы, қазір беремін. Қай түрінен берейін? Білмеймін, анау жоғара тұрған. Осыларды бере беріңіз. Жақсы, міне алыңыз. Екеуі де өте тәтті және жаңа ғана піскен. Рахмет сізге, ағай. Көп рахмет. Түрлері өте дәмді көрінеді. Сау бол, Марк. Туған күніме келуді ұмытпа. Айтпақшы, бүгін Айлиннің туған күні екен ғой. Бізді бүгін шақырды. Оның туған күніне не апарамыз, оған не ұнайтынын білесің бе? Әрине білем, мен оның туған күніне кітап алып барамын. Ол кітапты қатты жақсы көреді ғой. Әсіресе ертегі саяхат жайлы кітаптарды қатты жақсы көреді. Ал мен оған күнтізбе апарамын. Ол ана бір ретте маған күнтізбе керек деп айтып жатқан еді. Соны алып барсам қуанып қалатын сияқты, қалай ойлайсың? Әрине қуанатын болды ғой. Табылған ақыл. Бір-бірімізді осылай үнемі қуантып жүрсек, өте керемет қой, Әрине, ғажап. Міне мен өте әдемі болдым. Киімді де алдым, үйді де әдемі қылып сәндеп қойдым. Неткен сұлумын. Вау! Киімім не деген әдемі. Үйді де әдемі қылып сәндеп қойдым. Қазір достарымның келетін уақыты болды. Достарым келген сияқты дауыстары шығып жатыр. Алақай. Достарым барлығы келіпті, достарымның. Барлықтары келіпті ғой. Келіңдер үйге, кіріңдер. Достарым, кіріңдер. Айлин, туған күнің құтты болсын. Рахмет барлықтарыңа. Туған күніңмен. Айлин, туған күніңмен. Өмір жасың ұзақ болсын. Барлық армандарыңа жетуіңе тілектеспіз. Рахмет, достарым, көп рахмет. Өте қатты қуаныштымын. Мынау саған қонжық, мынау саған. Рахмет, достарым, барлық сыйлықтар ұнады. Келгендерінің өзіне үлкен рахмет айтамын.
әрдайым қуанып жүр айлин осылай жадырап. Рахмет достарым. Бөлімнің соңы.